Заман дамып жатқан мен мұнан аңғар, мейірімнен жұрдай боп жүр адамдар. Ең үлкенін сауаптың алады екен, бірінші боп кешірім сұрағандар. Бірақ бүгін көп адам мұнықпайды, өзін ешбір кінәні жуытпайды. Сен ұмытып кеткенмен ешқашанда өкпелеген адамын ұмытпайды. Көңіліне қойсақта жара салып, менен оның төмен ғой баға санып, деген оймен кешірім сұрамаймыз, тұрам ба деп алдында аласарып. Айналдық па тас жүрек сорлыға біз, мейірімсіз боп кеттік сол кінәміз. Кешірші деп келсе де бір бейшара, аяғыма жығыл деп қорғыламыз. Ар-ұяттың есігін күзеткендер, бір-біріне көңілді мұз етпендер. Жақсы адам ол қатесіз адам емес, өз қатесін түсініп түзеткендер. Ерегеспен шығатын есінемі, кекшіл адам сауаптан кешігеді. Кешіріңдер адамдар бір-бірінді, кешіргенді Құдай да кешіреді. Көктен биік болғандай көкірегім, өкінемін көп сөйлеп көкіп едім. Біліп білмей егерде ренжітсем, мен сіздерден кешірім өтінемін.